Астанада 2-3 қазанда Қазэнерджи 7-ші Еуразиялық форум өтеді. Бұл туралы бүгін апталық брифингте үкіметтің ресми өкілі Ержан Ашықбаев мәлім етті. Өзгеріс кезеңіндегі әлем тұрақты энергетикалық болашақты қалыптастыру тақырыбында өтетін шараға әлемнің 50 елінің өкілдері қатысады деп күтілуде. Күн тәртібінде қазақстандық және халықаралық мұнай газ бен энергетикалық индустрияның стратегиялық маңызды мәселелері талқыланбақ. Сондай-ақ форум аясында дүниежүзілік банкпен бірлесе отырып, Қазақстандағы өндіруші салалардың ашықтық бастамасын дамыту жөніндегі 4-ші ұлттық конференциясын өткізу жоспарлануда. Және жиын шеңберінде Қазақстанда алғаш рет дүниежүзілік мұнай кеңесінің отырысы өткізілмек. Форум аясында энергетика саласының жаһанды тұрақты дамудағы рөлін, Қазақстанның жаһандық энергетикалық қауіпсіздікке қосар үлесін, бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін, энерготиімділік және экологиялық қауіпсіздік, сонымен қатар елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жасыл экономика қағидаттарын енгізу үшін жағдай жасауды көздейтін жасыл көпір бастамасын жүзеге асыру жолдарын талқылауға бағытталған 10 бағдарламалық және 4 интерактивті пікірталас ұйымдастырылады.